Достар, сіздермен бірге мен Айстока. Достар, мен сіздерге келмей көп видео түсірмей қойдым. Мен қалаға көшіп келдім. Сол үшін сабақ оқу, жаттау беріп жатыр. Тәрте тұрам, үй жинаймын, сабағымды қайталаймын. Сосын сабағыма барам, келем, сабақ оқимын, тамақ ішем, мама шаршайды да жатады. Сосын мен де кішкене ғана сотка көріп ұйықтаймын. Сол үшін уақыт солай өтіп жатыр. Сол үшін менде уақыт жоқ түсіруге. Суббота воскресенье түсірейін десем, қонақтар келіп жатыр. Уақыт жоқ болып жатады. Балаларына келеді, балаларын қаратып қояды. Сол енді уақыт жоқ, кешірім сұраймын. Көп болмай қалғаныма. Бүгін бізде әйел қадірі деген бірінші серия. Ендеше кеттік. Шаршап кеттім мен. Қатты шаршап кеттім. Болдым ба? О, келді ғой анау. Привет. Туй, кетші бар. Кетші. Тұр былай. Кеттім мен. Бөлмеме жатам. Ой, күштісін ай. Неге жұмыстан келгенде естеді? Басқаларын күйен қаласың. О, жаным, қалайсың дейді. Күлә келіп, ал менікіні түрін қара. Жарайды, тамақ жасайын енді. Ой, көп отырып қойыппын ғой. Бар кейін. Тоқта, не көріп жатыр? Ей, сен не көріп жатсың? Үндемеген сайын. Неменесің сен? Не көріп жатсың? Әкел соткаңды. Мына қыздар не? Не мына қыз? Мен саған жетіспей жатыр ма едім? Мен саған жетіспей жатырмын ба? Мен саған жетпеймін ба? Бар басқа қыздарға сен тілін шығайын деген ба не? А? Сен үндемеген сайын басқа шығып жатсың. Кетші бар, мен не көрем, өзім білем. Түк түсінбейді. Мен сыртқа кеттім, бір киімім қалмады. Киім алайықшы. Ол киіммен қайда көрмексің? Отыр үйде. Сен үнемі сөйтіп айтасың ғой. Отыр үйде деп. Мен де далаға шыққым келеді ғой. Басымды қатырма, отыр үйде. Саған не кием? Столдың үстінде бір тамақ іше алмайсың ғой бір. Бар өзің жұмыс істе да, өзің тауып ал. Қараш бұны. Неге сондай? Басқа біреу бар точно. Жарайды.